Ханымдар, біз қазір модный фитнес салат жасаймыз. Бұл өзі қандай салат екен, атынан ақ білуге болады. Мінекей, мынаның өзінен 2 порция салат шығады. Бізден қызылғышаны былай ұштап, формасын әдемі келтірсеңіздер болады. Көрдіңіздер ғой? Не себептен модный деп тұрады? Бұлардың нарезкаларының өзі бір ерекше әдемі кетеді. Барлығын осылай турап шығамыз. Мінекей біз қызылғышаларымыздың бәрін турап алдық. Енді келесіде жаңғақтарымыз. Жаңғақтарды қолмен алып, үлкен-үлкен қылып сындырамыз. Оны майда тураудың қажет емес. Өздеріңіз көргенде бұл жерде қазір оформлениеге бір әдемі жаңғақтарын теріп алып қалайық. Содан қалғанын саламыз. Жаңғақты алдын ала жуып тазалап аласыздар. Кептірілгеннен кейін осылай жаңғақтарды ортасына бөліп саламыз. Мейізді мінекей жуып тазалап алдым. Бұл жерде где-то бір 50 грамдай ғана мейіз. Мейізімізді жуып тазалап алдым. Ендігіде қызылғышамды саламын. Енді бұғанда черри помидор жібереміз. Черри помидордың орнына алма жіберсеңіздер де болады. Бұл өте дәурмендері көп. Пұп ұстағандарға жақсы. Өздеріңіз көргендей. Енді осындай дрессинг соуспен жақсылап шайқап аламыз да. Оны тағы да дрессинг соуспен араластырамыз. Бұл енді дрессинг соустың тұздығы жетпейтін болғаннан кейін кішкентай ғана тұз себеміз. Себебі қызылғышаның барлығы көрдіңіздер ғой. Жақсылап бәрін араластырып алдық. Жақсылап араластырып турап алдық. Енді бұған рукколамызды. Рукколаның көп маңызды емес. Слегка жай ғана төсейміз. Көрдіңіздер ғой. Бізде қандай модный фитнес салат шықты. Ендігіде біз тарелкамызға салуды жөн көрдік. Мен осындай квадратный тарелкаға салдым деп тұр. Неке, оны әдемелеп төсеп саламыз. Бұл да жеңіл, азанға, асқа да, келген қонақтарыңызға да салсаңыздар болады. Мынандай үлкен-үлкен жаңғақтарымызды бетіне оформление ретінде қоямыз. Барлығын төсеп болды. Енді бізде моцарелла гальбани бар. Осы гальбанидан өздеріңіз көргенде әр жерінен әдемелеп оформление ретінде қоямыз. Мінекей біздің модный фитнес салатымыз дайын болды, қыздар. Бұл да бір керемет дәмі бар. Әрине, өзі жеңіл. Ешқандай қиындығы жоқ бұл салаттың. Мінекей, өздеріңіз көргенде біздің модный фитнес салатымыз дайын болды.